Сәлем достар, менің анама қош келдіңіздер. Мен сіздім. Достар, видео бастамасынан келіп лайк басып кетіңіздер. Кішкене менің адамда бізге салмай кетсе, менде видеоға идея жоқ. Достар, еще менде жаңа айтқанымдай бүгін мен Бифхаус мүшелерін жасайтын боламын. Бифхаус мүшелерінде білесіздер, 6 адам бар, оларды почти барлық адам таниды. Луна, Мона, Жасмин, сосын Диас, сосын Дәулет, сосын Рахат. Болды, осы 6 бар. Бүгін мен осы 6-ын жасаймын. Егер осының астына 1000 пот жинап тастасаңыздар, келесіде мен басқа да хаустарды, мысалға 1000 бала хаус, М хаус деген хаустардың адамдарын жасайтын боламын. Ендеше бастайық. Бірінші бізде персонаж, ол Лунаның персонажы болайын деп тұр. Кеттік. Лунаның бойы кішкене үлкен, және ол өте аппақ. Содан соң оның шашы көк болады. Енді оның шашын қайсы қыламыз? Мынау бола ма? Осы болсын. И оның шашын білесіздер, көк екенін кішкене осылай киінем. Содан соң мұрнын кішкене қоям. И енді бұл енді мынандай киімдер киеді ғой. Сол киімдерді таңдаймыз. Мынандай. Мен қазір таңдаймын. Оған көйлек кигізейік оған. Так, оған қоманым. Жаратадымам. Короче, достар, біз Лунаны осылай жасаймыз. Тоқсаңдар, бандитті алдым кеттік. Басына мен барлық қыздың намнай қоямын. Басына бұның. Вот. Енді бізде Лунаның персонажы болады. Кеттік Монаның персонажына. Монаның шашын мен білесіздер, енді оның шашы үлкен екенін. Қасетінанды шашқандым Лунаның. Оның шашы примерно қоңыр ғой. Мен білдайын айтып жатырмын. И мұрным. Мұрным осы болады. И ол кішкене оның үстіне розбек түсіп киім керек. Осы. Так. Вот осы бар екен. И андай бар еді ғой. Осы. И енді бізде Жасминнің шашы кішкене нелеу. Қысқалау, оны білесіздер. Мына қыламыз Жасминнің шашын. Мен Жасминнің шашын көрмедім. И оның шашын мен клигімға беремін. Әлі қарама. Ондай қараға берейік. Так. Қара қыламыз. Так, И оның үстінен Жасминнің үстіне жасыл бір күртеше ма, бір бәле керек, жасыл киім керек. Так, бірден көрейік. Жасыл қандай киім бар екенін қыздарский. Қыздарский негізі асты полный уже бітті. Так, андай емпір болды бітті. И енді қандай емпір бар екен. Жасминға. Так, мынаны кигізейік. Жоқ, мынаны кигізейік. Давайте мынаны кигізейік. Менде ондай жоқ екен. Енді ұлдар 3 балам. Енді Диас. Так, Диастың шашы енді білесің, мынандай екен. Оның шашы енді не ғой. Соң мұрны. Так. Так. Тесқа мынаны кигізейін ба? Ол бомбер киетін бар. Давайте мынаны жасайық. Енді бізде Дәулет. Дәулеттің шашы болады. Ой. Мұрны. Енді Дәулетке қандай киім кигіземіз. Дәулетке. Так, Дәулетке менің ойымша
жоқ, бұлай болмайды. Бұл емес. Мынаны кигізейік. Оған кішкене кең ұқсас болу керек. Мынаны кигізейік тәбетке отырам. Енді бізде соңғысы рахат. Рахаттың шашы мынау болады. Енді үстімізге рахаттың соңғы үлгісі мынаны қоямыз. Достар, осылайша біздің видео мүшелеріміз аяқталды. Достар, сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Достар, сонымен осындай. Достар, видео ұнаса маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Достар, сіздерге рахмет. Осы біз 50 подписчик болыппыз. Тез жаңа жылға дейін 100 подписчикке жеткізейік. Ол үшін осы видеоның астында қызыл батырманы бассаңыздар, менің видеомды үзбей көресіздер. Достар, сіздің соң естірей бір нәрсе айтайын. Мен 100 подписчикке жеткеннен соң 99-тан кейін 100, ал сосын мен 100-ге жеткеннен соң обложка қоямын. Сіздер обложкамен көретін боласыздар менің сериалдарымды. Біріншіден мен осылай бастаймын. Дамығаннан кейін мен жайлап ести беремін. Бірінші, осылай болдым. Менің 6 адамдайым болдым. Достар, еще мен жаңа сериал түсіріп жатырмын. Қатал әке деген. Ендеше сериалымызды көргілеріңіз келсе, видео жазып кетіңіздер. Давайте, всем пока.